Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан рулеттің бірі местный рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рулеттің дайындалуы өте жылдам әзірленеді және құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздердің дастархандарыңыздың көркін ашатын рулеттердің бірі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз рулеттің ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ет тартқыштан өткізілген ет керек болады. Кез келген етті қолдансаңыздар болады. Мендегі ет жылқының еті. Үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, аскөгімізді сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен бір пиязымызды майдалап турап қосамыз, немесе пиязды блендермен езіп қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен 3-4 ас қасықтай суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Біздің еттеріміз бір-біріне жабысып қалмау үшін және сочный болып тұру үшін кішкене осылай су қосып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бұл қоспамызды бір шетке алып қоямыз. Енді рулетімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаны жарып саламыз және де үстінен 2 ас қасық майонезімізді саламыз. Немесе майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен бір ас қасық манная крупа салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Кез келген сырды пайдалана берсеңіздер болады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қоймалжың масса шығуы тиіс. Енді пергамент қағазын алып, пергамент қағазын үстіне құйып орналастыратын боламыз. Пергамент қағазды пайдаланған кезде Паклан деген пергамент қағазды пайдаланыңыздар, сол кезде сіздердің рулеттеріңіз жабыспай шығатын болады. Егер басқа фирманың қағазы болатын болса, міндетті түрде майлап қолданыңыздар. Барлық шетіне бір тегістеп жайып аламыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз пісіп шықты. Менде 4 бұрышты қалып жоқ болғандықтан мен домалақ қалыпқа пісірдім. Енді піскеннен кейін бірден жаңағы салмамызды салып орналастырамыз. Фаршымызды жақсылап орналастырып болғаннан кейін рулетімізді осылай тығыз етіп ораймыз. Орап болғаннан кейін пергамент қағазына орап, екі шетін жақсылап бекітеміз, әйтпесе біздің етіміздің суы шығуы мүмкін. Одан кейін қызып тұрған пешімізде ішіндегі салмасы піскенше жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне біздің рулеттеріміз осындай болып пісіп шықты. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.